Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі қазір Қазақстанда байқап жатырмын, осы депутат Ринат Зайытов болсын, тағы да басқа бір танымал кісілер, мына социал медиада танымал деп кім соларды көп оқиды, осы дінге қарсы көп әңгіме айтып жатыр. Мен ойлаймын, бұл Ақордаға Тоқаевтың командасына өте тиімді. Бұл бәрі білесіздер, Ресейдің тапсырмасымен орындалып жатыр. Енді бірінші миссия орындалды. Қоғамды екіге бөлді, орыс тілділер мен қазақ тілділерге. Енді 50-де 50 болды. Енді мынау қазақ ұлтының, мынау 50% қазақ ұлтын тағы бөлшектеу керекті. Қазақтың басы бірікпесін деп. Оны енді діннен бір тырнақ астынан кіргізбейді. Дүмше молдалар деп айтады. Алаш қайраткерлері мұсылман болмаған деп ақпараттар іздей бастайды. Сондықтан бұл ресейшіл Ақорданың президент әкімшілігінің саясаты жұмыс істеп жатқан, бұл геосаясат және ол жерде политтехнологтар отыр. Олар Ресей Федерациясында Дәурен Абаев, Ерлан Кариндар, олар сол жақта әдейі оқу бітіріп келген. Академия при президенте Российской Федерации бітіріп келген. Сол есте болсын сіздер. Осыны естен шығармаңыздар ешқашан. Рахмет.